Қайырлы күн, менің YouTube арнамның көрермендері. Бүгін жаңа пост қосымшасында доставка қалай төлейміз, соны талқылайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңа пост қосымшасында товарларға доставкасына оплата қанша шығады, соның барлығы бізге алдын ала шығып тұрады. Мысалға, менде қазір бөлімшеде бір товар тұр. Штатив жеткізілу бағасы 2630 теңгеге шықты. Енді бұл товарды алу үшін филиалға бармай тұрып, сіз алдын ала доставкасына төлем жасап қоюыңыз қажет. Төлем жасалғаннан кейін QR кодты филиалдағы менеджерге көрсетесіздер. Қазір оплата жасау үшін жаңадан жеке шот деген батырма пайда болды. Осы жеке шотыңызды толықтырасыз. Егер де артық қалған сумма болса, ол осы жерде сақталып тұрады. Кейінірек сізге бонустар да түсуі мүмкін. Енді жеке шотымызды толықтырамыз. $10 толықтырайын. Каспий деп таңдаймын. Заказ номері шықты. Жалғастыру. $10 4817 теңге. Болды. Менің шотым толықтырылды. Енді бөлімшеде тұрған товарға оплата жасаймын. Үстінен басамын. Топтық төлем жасау дегенді таңдаймын. Жеке шоттың бірден шықты. Төлем жасау. Болды. Бұл товарға доставкасына төлем жасалды. Енді тапсырыс дегеннің жанында QR код бар. Соны басамын. Обновить етеміз. Бұлай үстінен тарсаңыздар, обновление жасалады. Алуға болатын сәлемдеме саны 1. Бұл жерде тек сіз оплата жасаған товар шығады. Егер де филиалға сіз өзіңіз бара алмасаңыздар, жақындарыңызды жіберсеңіздер, осы QR кодты көрсетесіздер. Сол арқылы товарыңызды ала берсеңіздер болады.